Сәлем достар, бүгін мен сіздерге дәмді әрі тез жасалынатын таңғы асқа жұмыртқа рулетін жасап көрсетемін. Ол үшін маған қажетті заттар: сыр, тұз, қара бұрыш, чеснок, петрушка яғни ақжелкен, сүт, жұмыртқа қажет болады. 5 жұмыртқаны алып, жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын екіге бөліп аламыз, 2 табаға. Жұмыртқаның сары уызы мен ақ уызын екіге бөліп алдық. Енді ақ уызын жақсылап тұрып араластырамыз. Жұмыртқаның ақ уызын араластырып болдым. Ендігі кезекте мынадай арнайы ыдысты аламыз. Оның үстіне қағазды саламыз. Яғни қағазды дұрыстап қоюымыз керек. Енді оның үстін күнбағыс майымен майлап жіберемін. Бұл енді жұмыртқаның жабыспасы үшін майлаймыз бұның астыңғы жағын. Майлап болдым. Енді оның үстіне жұмыртқаның ақ уызын құямын. Құйып болғаннан кейін оны газдың ыстық пешіне қоямыз. Және оны піскенше қарап отырамыз, қадағалаймыз. Жұмыртқаның ақ уызы піскенше дейін жұмыртқаның сары уызын жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болдым. Енді оның үстіне 2 қасық сүт қосамын. Сүт қосқаннан кейін жақсылап тұрып араластырып аламын. Араластырып болғаннан кейін жарты қасық ақжелкен, яғни петрушка қосам. Одан кейін жарты қасық чеснок, оның үстіне қара бұрыш салам. Ол да жарты қасық. Содан кейін 1 шөкім тұз салам. Яғни көп салуға болмайды тұзды, себебі жұмыртқамыз ащы болып кетуі мүмкін. Жақсылап тұрып араластыру керек. Араластырып болдым. Енді оның үстіне сырды үккіштеп өткіземін. Өткізіп болды үккіштен. Енді оны жақсылап тұрып араластырамыз. Болдық. Енді осыны табаға салып қуырамыз. Табаға майды саламыз. Оны жақсылап тұрып ертіп аламыз. Ертіп болдым. Енді оның үстіне дайын қоспамыз қосып қуырамыз. Біздің жұмыртқамыз дайын болды. Осылайша қуырып аламыз. Жұмыртқаның ақ уызын пештен алдық. Енді оның ортасына жұмыртқаның сары уызын саламыз. Салып болдық. Енді оны ораймыз. Біздің жұмыртқа рулетіміз дайын болды. Енді оны жақсылап тұрып кесеміз. Достар, біздің жұмыртқа рулеті дайын болды. Өте әдемі және дәмді шықты. Осылай етіп үйден жасап көрсеңіздер де болады. Біздің жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде подписация мәзірін басып, каналға жазылып кетіңіздер. Мына тұрған қоңырауша белгісін бассаңыздар, біздің видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Бүгінгі осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.